Ассалаумағалейкум. Мына бір әңгімені тыңдаңыздаршы. Бір күні бір Қытайдың фермері шал кісінің, қарияның жалғыз аты қашып кетеді ғой. Көршілер оны естіп жүгіріп келіп, ой қандай жаман жағдай, жолың болмапты қария дейді. Қария сабырмен ғана бәлкім деп жауап береді. Бірнеше күннен кейін әлгі ат қайта оралады ғой. Бірақ жалғыз емес, қасына 7 бірдей жабайы жылқыны ертіп келеді. Оны көрген көршілері қуанып, міне нағыз бақ, қандай керемет сәттілік дейді. Қария тағы да бәлкім дейді. Қарияның баласы сол жабайы жылқылардың бірін үйретпек болады. Бірақ ат тулап, баланы лақтырып жібереді. Сөйтіп баласы аяғын сындырып алады. Мұны естіген көршілер тағы да қандай қайғы, неткен бақытсыздық дейді. Қария баяғы сабырменен бәлкім дейді. Көп ұзамай ауылға әскерлер келеді. Жас жігіттердің барлығын соғысқа алып кетеді. Бірақ қарияның баласын алмайды. Себебі аяғы сынғандықтан. Көршілер таң қалып, мынау нағыз бақыт. Алла сақтап қалды дейді. Қария тағы да бәлкім дейді. Сабырмен. Өмір біз ойлағандай қарапайым емес. Бүгін жаман көрінген нәрсе ертең жақсылыққа айналуы мүмкін да. Ал бүгінгі қуаныш ертең сынақ болуы ғажап емес. Иә, біз бәрін бірден үкім шығара саламыз да. Бәріне бірден. Жақсы дейміз, жаман дейміз, әйтеуір үкім шығаруға ұстамыз ғой. Бірақ шындық біз толық көріністі білмейміз. Сондықтан қиындық келгенде күйіп кетпе, бақыт келгенде мастанба. Тек сабыр сақта деген қорытындыға келеміз мына әңгімеден кейін. Және өмірдің ағымына сенген дұрыс. Егер менің оймен келсең, бәлкім деп пікір қалдырып кетті.